Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте пайдалы 100% табиғи иммунитетіңізді аз уақыттың ішінде көтеретін керемет Амосов пастасын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оп-оңай, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен бізге лимон қажет болады. Мен осындай үлкен көлемді бір лимонды таңдадым. Ортасынан бөліп, видеода көріп тұрғандарыңыздай жіңішке етіп турап аламыз. Менің лимоным үлкен болғандықтан барлығын қоспадым. 4-тен 1 бөлігін алып қалдым. Туралған лимондардың ортасындағы осындай дәндерін алып тастаймыз. Себебі бұл біздің пастамызға өте қышқыл дәм беретін болады. Басқа да қажетті заттарды дайындап қоямыз. Бізге кептірілген сары өрік, қара өрік, жүзім, инжир және грек жаңғағы қажет болады. Барлығын жылы суға бір тазалап жуып болғаннан кейін суды толтырып, бетінен құйып 5 минутқа осы суда қалдырамыз. Сол кезде біздің жемістеріміз кішкене жұмсара бастайды. Ал грек жаңғағын 5 минутқа суға қалдыру қажет емес. Суға тазалап жуып аламыз. Міне осындай өте қатты шаңы шығатын болады. Барлығын 5 минутқа суға салып болғаннан кейін кептірілген жемістеріміздің суын төгіп, тағы ағынды суда тазалап жуып аламыз. Ал жаңағы жуып алған грек жаңғағын сулы күйінде противенге салып, барлығын жайып, пешке салып 5-7 минут шамасында құрғатып аламыз. 7 минуттан кейін жаңғақтарымыз пештен шықты. Мінекей құп-құрғақ, әп-әдемі, тап-таза болып қалған. Енді жаңғағымызды пайдалана берсек болады. Кептірілген жемістеріміздің барлығын жуып тазалап, ет тартқыштан өткізуге дайындап алдық. Ең алдымен ет тартқыштан қара өрікпен мейізді өткізіп алдым. Одан соң грек жаңғағын өткіземін. Оның артынан сары өрікті ет тартқыштан өткізіп аламыз. Және ең соңында инжирді өткіздім. Турап дайындап қойған лимонымызды да осы арада ет тартқыштан өткізіп аламыз. Соңында табиғи балды қосатын боламыз. Міне мендегі жантақтың балы болды. Табиғи бал. Осыдан 2 ас қасық толтырып қостым. Достар, қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Көп немесе аз етіп жасайтын болсаңыздар, описание бөліміне қарап отырып жасасаңыздар болады. Балды қосып болғаннан кейін барлығын бір келке етіп араластыра бастаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қою масса дайын болып шығады. Кез келген ыдысқа салып сақтасаңыздар болады. Мен кіші көлемдегі банкіге салып сақтайтын боламын. Мен барлығын банкіге салып дайындап қойдым. Күніне 3 мезгіл 1 шай қасықтан ішіп отыратын болсаңыздар, нәтижесін көресіздер. Осы пастаны дүкеннен немесе базардан сатып алатын болсаңыз, құрамына не қосылғанын толық білмейсіздер. Сондықтан өздеріңіз қолдан жасап жеген сенімдірек болады. Әрі ұзақ уақытыңызды да алмайды. Сізде осылай жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пайдаланар алдында осы қоспалардың біріне сіздердің қарсы көрсеткіштеріңіз, яғни аллергияларыңыз болмауы қажет. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз.